Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен бірге осындай әдемі мясо по-тайски жасайтын боламыз. Ол үшін бізге ет, көкөністер, қандай түрі болса да сәбіз, огурцы, болгарский, пияз, осылай ұзынша етіп салумкалап турап алатын боламыз. Мен мына жерде барлығын турап дайындап қойдым. Енді сковородканы газға қойып, 100 грамм пісте май құйып қыздырып аламыз. Майымыз қызғаннан кейін пиязды салып, жақсылап қуырамыз қызарғанша. Одан кейін етті салып, үстінен жақсылап қуырып аламыз. Пияз бен етін 2-3 минуттай жақсылап қуырып алғаннан кейін үстінен сәбізді қосамыз. Сәбізімен бірге жақсылап араластырып, тағы да 5 минуттай бетін жауып қуырып аламыз. Кейін үстіне бір ас қасықты толтырмай соевый соус қоссаңыздар, түрі әдемі болады. Подливке 2 штуктай помидор қосып жүруге де болады. Мен қоспай істедім. Осыларды қуырып болғаннан кейін 200 миллиграмм үстіне қайнаған су құю керек. Жақсылап бір араластырып, баяу отта тұндырып, бетін жауып, біраз еті піскенше жұмсарғанша қойып қоямыз. Одан кейін күріштерімізді дайындаймыз. Күрішті жақсылап жуып, 2-3 қайтара салқын суда жуып, кейін күрішіміз батып тұратындай, күріштен 1 сантиметр артық тұратындай су құйып, отқа қоямыз, және бетіне дәміне қарай 2-3 қасық, шай қасық тұз қоссаңыздар болады. Күрішті қайнағанша бетін жауып қойып қоямыз, және подливке дәміне қарай тұзын, дәмдеуіштерін сеуіп, жақсылап бір араластырып, қосқап, қайта бетін жауып қоямыз. Иісі деген керемет, аппетитті ашатын тағам болғалы тұр. Мен мұнда тамақпен қатар компот жапқалы жатырмын, слива және өрікті араластырып. Мұнда күріштің де суы қайнап келе жатыр. Жақсылап қайнағаннан кейін оның астын басып, суы тартылғанша қойып қоямыз. Подливімізде еті жұмсарып пісіп қалған сияқты. Енді үстіне қалған көкөністерді салатын боламыз. Қияр және тәтті бұрыштар, яғни болгарскийларды салып, бетін жауып, 5 минутқа қойып қоюға болады. Одан көп қоюдың қажеті жоқ. Тек болгарский мен қияр кішкене бұқтырылғанша 5 минут жеткілікті. Осылай бір араластырып, бетін жауып қойып қоямыз. 5 минутта алып, тамақ дайын болады. Осылай тарелкаға салып, жеуге дайын. Баршаңызға ас болсын. Менің каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыз.